Қалқалам шеберінің қолынан шыққан мына 23 метрлік туынды Қазақстандағы ең ұзын картина болып саналады. Суретші оны өмір өзен деп атап, өз тағдырының белестері арқылы туған жерінің көріністерін назарға ұсынған. Осы ерекше картинаны дүниеге келген автор бүгінде 80 жасқа толып отыр. Құдайдың берген жасына келіп, мерей жасқа келіп, 80 жасқа келген көрмемді өзімнің 55 жылдық шығармашылық жолым және тәуелсіздіктің 25 жылдығына арнап көрме ашылып отыр. Бұл көрмеде менің негізгі жұмыстарымның бір 1/3 бөлігі. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Тұрсын Әбуовтың Ұлы жібек жолы мерейтойлық көрмесінің ашылу салтанатына суретшінің өнерін бағалаушылар мен жақындары қатысып құттықтады. Автор көрмеге жас кезінде салған негізгі жұмыстарынан бастап көптеген көрмелерде болған әртүрлі тақырып картиналарды ұсынып отыр. Суреттердің біразы Қазақстан Республикасының мемлекеттік Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайы қорынан алынған. Жалпы Тұрсын Әбуовтың шығармашылық жолы бейнелеу өнерінде, қазақ бейнелеу өнерінде 60 жылдағы суретшілердің соңымен келеді. Яғни бұл кездерде ең белгілі суретші Салихиддин Айтбаев, Шаймардан Сариев сынды, Тоқболат Тоғысбаев сынды суретшілердің қатарында осы Тұрсын Әбуовтың шығармашылығын да қосып айтуға міндеттіміз. Соның ішінде Тұрсын Әбуов дала көшінің мәдениетін өзінің шығармашылығына арқау етті. Сонымен ол ерекше болды. Тұрсын Әбуов сурет салуды бір сәтте тоқтатқан емес. Суретші шеберлік сабақтарын өткізіп, әртүрлі көрмелерге қатысуын әлі де жалғастырып келеді. Қазақстаннан басқа өзге мемлекеттерде өткен көптеген халықаралық көрмелер соның бір дәлелі. Ал оның еліміздің және шет елдердің мемлекеттік және жеке жинақтамаларына сақталып тұрған жұмыстары туған жеріміз Қазақстанның сұлулығын паш ете бермек. Соңғы күндері суретші көбінесе ландшафттық дизайн және мүсінмен айналысқанды, мүсінмен айналыса отырып, өзінің қолтаңбасын одан әрі жетілдірумен болады. Яғни ол қаншама жасы келсе де өзін әлі күнге дейін даму үстінде ұстап келеді. Қазақ бейнелеу өнерінің қалыптасып, дамуына үлес қосқан Тұрсын Әбуовты туған күнімен құттықтаймыз. Суретшінің әлі де өзінің ерекше жұмыстарымен халықты қуантатынына сенімдіміз.